Армысыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен мен Таңат Саденов. Алдыңғы сабақта біз домбыраның құлағын келтіруді үйренгенбіз. Егер де өткен тақырып бойынша сіздерде сұрақтарыңыз болса, астына комментарияға бізге сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Кез келген тілде өзінің әріпі бар. Ал музыканың әріпі ол нота. Кәсіби маман әрине ол нотамен үйренеді. Біздің жағдайда біз сандық жүйе арқылы үйренеміз. Себебі сандық жүйемен видео арқылы біз күйді тез жаттаймыз. Және де күй жатталған соң біз әр қайсыңыздың кемшіліктеріңізді айта отырамыз. Олай болса, сандық жүйеге кірісейік. Төмен қағыс осылай белгіленеді. Ал жоғары қағыс осылай. Қағыстың астындағы сызықша ол дыбыстың ұзақтығын білдіреді. Яғни бір сызықша болса, ол екі үлеске тең деген сөз. Яғни ол былай. Бірге. Дәл сызықшаның астында тұрған нөл саны ол астыңғы шектің ашық екенін білдіреді. Ол былай. Ал сол нөл санның астында тұрған тағы да бір нөл сан, ол үстіңгі шектің ашық екенін білдіреді. Егер екі нөл осылай тұратын болса, біз екі шекті де ашық қағамыз. Қазір біз екі үлестік төмен қағыстарды бірге ойнап көрейік. Бірге, екіге, бірге, екіге. Енді дәл солай тек жоғары қағыстарды ойнап көрейік. Бірге, екіге, бірге, екіге. Енді алма-кезек қағыстарды бірге ойнап көрейік. Бірге, екіге, бірге, екіге. Егер де екі қағыстың арасында осылай сызықша жалғап тұратын болса, әр сызықша бір үлеске тең деген сөз. Яғни ол былай. Бірге, екіге, бірге, екіге. Енді алма-кезек дәл осыны ойнап көрейік. Бірге, екіге, бірге, екіге. Құрметті оқушылар, енді сіздер осы дыбыс ұзақтықтарын түсінген болсаңыздар, біздер бірге осы жаттығуды ойнап көрейік. Бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге, бірге. Құрметті оқушылар, бүгін біз дыбыстың ұзақтылығы және қағыстың қалай белгіленетінін түсінген болатынбыз. Келесі сабақта біз орыстың халық әні «В саду ли в огороде» әнін бастаймыз.